Жанардың тағдыры өзгеше болуы мүмкін еді. Ол Айдос есімді жігерлі, сүйкімді жігітке тұрмысқа шыққанда өмірінің бақытқа толы болатынына сенді. Бірақ бұл үміті ұзаққа бармады. Айдос отбасылық өмірдің алғашқы айларынан ақ өзінің шынайы бетін көрсете бастады. Ол ішімдікке құмар, ашушаң, өктемшіл адам болып шықты. Жанар үшін бұл некенің әр күні азапқа айналды. Айдос жиі ішімдік ішіп келіп, Жанарға қол көтеретін. Ол кез келген ұсақ түйекке бола айғай салып, келіншегін кінәлайтын. Ей қатын, сен түкке тұрмайсың. Мен болмасам сен кімсің осы? Деп қорлайтын. Жанардың бүкіл өмірі күйеуінің қорлығы мен зорлығына тәуелді болып қалды. Көршілері оның көзінің көгергенін, қолындағы жарақаттарды байқаса да үндемейтін. Жанар барынша сыртқа сыр бермеуге тырысты. Бірақ оның ішіндегі ашу мен қайғы күн сайын өршіп, жүрегін жаралап жатты. Жанар алғашында Айдостың қатыгездігін оның ішімдікке әуестігімен байланысты деп ойлайтын. Бірақ уақыт өте келе, оның мінезінің түбегейлі өзгергенін түсінді. Бірде кешкісін ішіп келген Айдос оны ауыр сөздермен қорлап қана қоймай, қол көтерді. Жанар сол сәтте алғашқы рет оның адамгершілік шекарасынан асып кеткенін анық сезді. Ішінен болды, бітті, мен ажырасамын, бұлай болмас деген ой келді. Соны сезген иттей Айдос: ей қатын, сен тек менікісің. Менен кетем деп ойласаң, бұл сенің ең үлкен қателігің болады. Мен сені де, ана жалғыз қалған әкеңді де жермен жексен етемін. Түсіндің бе? Деп айғайлады. Бұл сөздер Жанардың жүрегіне шаншудай қадалды. Ол өз өмірінің қауіпке толы екенін және бұл некеден оңай шыға алмайтынын түсінді. Айдостың қатыгездігінен кейін Жанардың әкесінің өмірі үшін алаңдаушылығы күшейді. Жанардың анасы бірнеше жыл бұрын ауыр сырқаттан қайтыс болған еді. Ал қарт әкесі оның өміріндегі ең қымбат адам еді. Ішінен ойлайтын Жанар: егер мен кетсем, ол әкемді аямайды. Мен оны қорғай алмасам, өзімді ешқашан кешірмеймін, деп. Күнделікті Айдостың айтатын сөздері, ұрғаны, іс-әрекеті оны қорқыныш құрсауына қамап тастады. Бірақ ол ішінен бұл жағдайды қалай да шешу жолын табатынына сенді. Жанар бұрын өте білімді, білікті заңгер еді. Ол университетті үздік тәмамдап, құқық қорғау саласында беделді қызмет атқарған. Жанар әрқашан әділдік үшін күресуді армандаған. Бірақ тұрмыс құрғаннан кейін оның барлық армандары күйреуге ұшырады. Айдос оның жұмысқа тұруына тыйым салды. Ей Жанар, заңгер болам деп ойлайсың бары қарай? Заңгер болмайсың. Әйел адам үйде отырып отбасына қарайды. Менің нәскиімді жуасың. Менің шайымды істейсің. Сенің жалғыз функцияң қалған ол менің әйелім болу. Түсіндің бе? Деп айтатын. Онымен қоймай ол қызғаншақ еді. Жанардың басқа адамдармен сөйлесуінде, жұмыс іздеуіне де жол бермеді. Оның білімді болуы Айдосты одан сайын ашуландырды. Ол Жанардың әлеуетін өзінің еркінің алдында басып, жаншып тастағысы келді. Сен өзіңді кімдей ойлайсың осы? Сен менің әйелімсің. Мен не айтсам, сол болады. Мен не айтсам, соны істейсің сен қатын, деп күнде айтатын. Жанар өз мүмкіндіктерінен айырылып, өмірінің күн сайын тарылып жатқанын сезді. Бірақ ол өзінің білімін қолдану арқылы Айдостың үстінен жеңістікке жету жолдарын ойлай бастады. Оның ішіндегі заңгерлік білім мен әділдікке деген құштарлық оның соңғы үміті болды. Айдостың қорқытулары Жанардың өмірін тұйыққа тірегендей көрінді. Бірде ол кетемін деп ниеттеніп, үйден қашып шыққысы келді. Бірақ Айдос оны байқап қойып, қатты ұрып тастады. Ей, сен қатын, басың істемейді екен ғой? Тағы бір рет кетемін деп ойласаң, мен сенің тырғалатыңа кепілдік бермеймін. Бері қара, деп айғайлады. Бұл оқиға Жанардың жүрегін жаралап, оның қорқынышын күшейтті. Бірақ ол бәрібір амалын тауып, бұл тозақтан құтылуға шешім қабылдады.
Ол бұл некеден тек айла мен білімнің көмегі арқылы шыға алатынын түсінді. Жоспар құра бастады. Жанар бірнеше ай бойы күйеуін бақылап, оның әлсіз тұстарын зерттей бастады. Ол Айдостың тек отбасы ішіндегі қатыгездігін ғана емес, сыртқы өмірін де жіті бақылауға қолға алды. Айдос тек ішімдікке құмар ғана емес, қараңғы істермен айналысатын адам екенін Жанар біраз уақыттан бері білетін. Бірақ оған қарсы шығуға батылы жетпей келген. Айдостың негізгі табыс көзі сырт көзге қарапайым құрылыс компаниясы болып көрінетін. Алайда, оның ар жағында заңсыз әрекеттер, алаяқтық, салық төлеуден жалтару жатқан еді. Айдос ірі құрылыс жобаларына қатысу үшін пара беру, құжаттарды қолдан жасау және жалған келісімшарттар жасау арқылы табыс тауып келген. Бұл жұмысқа қатысу үшін біраз адамдарға ауызбастырық бердік. Енді бізден ешкім күмәнданбайды деп, бірде Айдос телефон арқылы сөйлесіп отырған Жанар байқап қалған еді. Айдостың бұл қылмыстық әрекеттерін жүргізуге көмектесетін бірнеше серіктестері болды. Олар кейде Жанардың көзінше кездесіп, ештеңе болмағандай отыратын. Бірақ әңгімелерінен олардың іс-әрекеттерінің заңға қайшы екенін Жанар анық түсінді. Айдостың үстел үстінде қалдырған кейбір құжаттарын оқи отырып, Жанар оның қылмыстық әрекеттерінің қаншалықты ауқымды екенін білді. Құжаттардың арасында жалған шот фактуралар, жалған фирмалардың мөрлері мен бірқатар мемлекеттік қызметкерлердің байланыс нөмірлері бар болатын. Бірнеше келісім шартта белгілі бір сомма жазылғанымен, шынайы сомалар едәуір жоғары екені байқалды. Бұл қара касса арқылы өтетін жасырын ақшалар болатын. Күйеуі үйде кейде қара пакеттерге салынған ақшамен қайтып келетін. Және де, біз әрқашан таза іспен айналысамыз. Қатын, ойлама, мына ақшаларды дұрыс жерге салуымыз керек. Болашақты ойлайық, деп Айдос әрқашан мұндай әрекеттерін ақтауға тырысатын. Бірақ Жанар шындықты білген еді. Оның ішкі әлемі бұл әділетсіздікке қарсы тұрғысы келді. Айдостың бұл қараңғы әрекеттері тек заңға ғана қайшы емес, оның отбасы мүшелерін де қауіпті тігетінін түсінді. Текетіреске дайындық. Жанар жоспар құра бастады. Ол Айдостың іс-әрекеттері туралы дәлелдер жинап, оларды тиісті органдарға жеткізуге бел буды. Әр кеш сайын Айдос ұйықтағаннан кейін Жанар оның ноутбугі мен телефонын ақтарып, маңызды ақпараттарды өзіне көшіріп отырды. Ол құрылыс жобаларына қатысты құжаттардың көшірмесін жасап, әрбір келісімшарттағы заңсыздықтарды белгіледі. Бұл менің жалғыз мүмкіндігім. Егер қазір әрекет етпесем, ол мені құртады. Күнде ұрып, бір күні өлтіреді, деп өзіне қайталап отырды Жанар. Айдостың серіктестерімен жазған хаттарын көргенде, Жанар оның тек жергілікті деңгейде емес, халықаралық деңгейде де байланыстары бар екенін түсінді. Бұл байланыстар оған қосымша табыс әкеліп отырған, бірақ солай бола тұра, оны үлкен қауіпке итермелеген. Жанар оның телефон қоңырауларын жазып алып, жазбаларды да құжаттарға қосып отырды. Айдостың серіктестерімен сөйлескен әрбір сөзі оның заңсыз әрекеттерінің айқын дәлелі еді. Жанар полиция бөлімшесіне жүгінбей тұрып, барлық дәлелдерді мұқият дайындады. Ол Айдостың барлық істерінің тізімін жасап, оны бірнеше көшірме түрінде әртүрлі жерге сақтады. Бұл оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажет еді. Бұл тек менің кек алуым емес, бұл әділеттіктің орнауы, деп өзіне қайта-қайта қайталап отыратын Жанар. Жанар бұл әрекет арқылы Айдосты тек өз өмірінен ғана емес, қоғамнан да оқшаулауға ниеттенді. Оның жоспарындағы әрбір қадам жан-жақты ойластырылған еді. Бұрынғы заңгер еді ғой. Қараңғы түн. Айдос үйге тағы да ішімдік ішіп келді. Оның басы айналып үстел басында ұйықтап қалды. Осы сәтті пайдалана отырып, Жанар оның телефон мен ноутбугын ақтарып, тағы да құжаттарды көшіріп алды. Бұл құжаттар оның заңсыз бизнеске қатысы бар екенін дәлелдейтін құжаттар еді. Ертесі күні Жанар полиция бөлімшесіне барып, құжаттарды тапсырды. Ол жасырын түрде хабарлама жазып, Айдостың барлық іс-әрекеті туралы баяндап берді. Бірақ ол тек күйеуінің қылмысын әшкерелеп қана қоймай, өзінің физикалық және психологиялық зардап шеккенін де айтты. Айдос әдеттегідей түк болмағандай өмір сүріп жүрді. Қылмысын жасап, әйелін ұрып, бірақ оның артынан бақылау күшейе түсті. Бір күні үйге полиция қызметкерлері келіп, оны тұтқындады. Ол ештеңе түсінбей, ызамен Жанарға: «Қатын, бұл сенің ісің бе? Сен мені сатып жібердің бе?» деп айқайлайды. Жанар бұл сөздерді сабырлы жауап
сабырлы жауап қайтарды бұл сөздерге. Мен сенің құрбаның болып қала бергім келмеді. Сен менің өмірімді тозаққа айналдырдың. Енді өзің жауап бересің, деді ол батыл үнмен. Жаңа өмірдің бастамасы. Айдос түрмеге жабылғаннан кейін Жанардың өмірі өзгере бастады. Ол өзін бұрынғыдай әлсіз, қорғансыз сезінбеді. Оның өмірі енді өз қолында екенін түсінді. Бірінші рет тыныш ұйықтап, болашағына сеніммен қарауға мүмкіндік алды. Жанар жұмысқа орналасты. Жаңа адамдармен танысты. Өз-өзіне деген сенімділікті қайта тапты. Ол енді ешкімнің құрбаны болмайтынына кеміл сенді. Менің өмірімде көп жарақат бар, бірақ мен енді өз болашағымды жарқын етемін, деп өзіне сөз берді. Жанар өзінің басынан өткен қиындықтардың басқа елдерге көмектесу үшін пайдалануға шешім қабылдады. Ол зорлық-зомбылық құрбандарына арналған көмек орталығын ашты. Оның мақсаты әйелдердің мұндай жағдайларға төзбей өзін қорғауға үйрету болды. Біздің өміріміз біздің ғана таңдауымыз. Біз ешкімнің құрбаны болмауымыз керек, деп жиі қайталайтын ол өз орталықтарындағы әйелдерге. Бұл әңгіменің қорытындысы әйелдің ерік жігері мен батылдығының үлгісі. Жанар өзін қорлап, өмірін тозаққа айналдырған адамнан құтылып қана қоймай, жаңа өмірді қайта бастауға күш тапты. Оның кек алуы әділдіктің салтанат құруы ғана емес, өз болашағын сақтап қалудың символына айналды.